Армысыздар, құрметті көрермендер. Өздеріңізбен Ресей мен Украина арасындағы соғысқа қатысты ақпараттарды айтуды жалғастырамыз. Бүгін Украинаға көмек беру мақсатында Германияның Рамштайн әскери базасында кезекті мәрте кездесу өтіп жатыр. 2022 жылдың сәуір айынан бастап Украинаның қолдау бойынша Рамштайн форматы құрылған болатын. Бұл Германиядағы әскери базаның атымен аталады. Және Украинаны қолдайтын әлемдегі өркениетті мемлекеттердің бір қатары осы базаға жиналып, Украинаға қандай көмек көрсете алатынын, қандай қару-жарақ бере алатынын, әскери мақсатта қандай оқыту жаттығуларын жүзеге асыруға қол ұшын соза алатыны жайлы ақылдасады, кеңеседі, шешеді. Бүгінгі кездесуде Америка Құрама Штаттарының қорғаныс министрі бастап және өзге мемлекеттер қостап 50-ге жуық мемлекеттің басы қосылды. Украина тарапынан Украинаның қорғаныс министрі Алексей Резников қатысып жатыр. Және Рамштайн кездесуінің негізгі нәтижелері біздің Қазақстанның уақыты бойынша түнгі сағат 10-да, шамамен 10-да белгілі болуға тиіс. Енді Рамштайн кездесуі 8-ші мәрте өтіп жатыр, және бұл жолғы кездесуде өзге кездесулерге қарағанда көбірек қару-жарақ берілетіні жайлы алдын ала батыстық ақпарат құралдарында бір қатар мәліметтер жарияланып үлгерді. Күні кеше ғана Америка Құрама Штаттарының өзі бұл форматты бастамастан бұрын Украинаға бір айдың ішінде 2 мәрте ауқымды көмек пакетін жариялады. Екінші көмек пакеті кеше 2,5 миллиард доллардың құнын құрайтын ауқымды көмек ретінде көрсетіліп отыр. Бұл пакетке назар аударатын болсақ, әскери көмекке Украинаға берілетін жаңа бронды әскери техникалар, соғыс машиналарының саны артқанын көреміз. Оның ішінде әйгілі Хамви, Брэдли және ең бірінші рет Украинаға беріліп отырған ол Страйкер шабуылдаушы бронды соғыс машиналарының бар екенін көре аламыз. Демек, Украинаға берілетін қару-жарақтың түрі де, қару-жарақтың саны да артып келе жатқанын түсінуге болады. Украинаға берілетін қару-жарақтың ішінде Украина қорғаныс министрі Алексей Резниковтың Рамштайнда сөйлеген сөзіне назар аударатын болсақ, ең басты 3 қолдауды батыс тарапы азайтпау керек дейді. Ол біріншісі әуе қорғаныс жүйелері, яғни ПВО және ПРО-ны көбірек берсе дейді. Екіншісі бізге шабуыл жасауға мүмкіндік беретін қару түрлері, яғни оның ішінде танктер мен гаубицаларды ерекше бөліп көрсеткен екен. Және үшіншісі ұрыс даласындағы соғыс қарқынын тоқтатып алмау үшін зымырандар, снарядтар және оқ дәрілердің санын еселеп көбейтуге және үздіксіз беріп тұруға шақырды. Оқ-дәрілер демекші, бұл өте бір қиын мәселелердің бірі болып қазіргі уақытта табылып отыр. Себебі батыс тарапы Украинаға барынша қару-жарақты беріп жатыр. Қару-жарақтың санын және түрін арттырса да, оған қажетті оқ-дәрілерді, яғни зымырандар мен снарядтарды қажетті деңгейде жеткізе алмау мәселесі көтеріліп отыр. Осы уақытқа дейін дәл Украинадағы сияқты интенсивті соғыс соңғы бір 30 жылдың ішінде болмаған дейді сарапшылар. Демек, 30 жылдың ішінде снарядтар мен зымырандарды да өте көп ауқымды көлемде шығарудың қажеттілігі болмаған. Ал Украина соғысында оқ-дәрі мен зымырандарды күнделікті қолдану деңгейі аса жоғары болғандықтан, батыс мемлекеттері және қорғаныс саласындағы компаниялар оқ-дәрі мен зымырандарды көбірек шығаруға қазіргі уақытта барын салып жатыр. Алайда бұл өндірісті, бұл процесті барынша жүйелі негізге келтіру үшін біршама уақыт қажет. Сондықтан да Америка Құрама Штаттары және өзге де мемлекеттер өзге басқа бір мемлекеттерге сатқан снарядтарды қайтадан сатып алып Украинаға беру бойынша жұмыс істеп жатыр. Мысалы, соңғы Америка Құрама Штаттарының бөлген әскери пакетіне назар аударатын болсақ, бұл жолы 155 мм артиллерияға арналған бар жоғы 20 000 снарядты бергенін көре аламыз. Бұған дейін Америка Құрама Штаттарының бөлген көмегінде ол 80 000-нан төмен болмайтын, ал осы жолы 20 000. Демек, бұл да Америка Құрама Штаттарындағы дәл осы снарядтардың түрінің азая бастағанын көрсетсе керек. Бірақ бұл мәселені Америка Құрама Штаттары тиімді шешуге барын салып жатыр. Қазіргі уақытта Украинаға беретін 155 мм снарядтардың қоры табылды. Ол Израиль және Оңтүстік Кореяда орналасқан. Израильге Америка Құрама Штаттары осыдан бірнеше жыл бұрын 400 000 дана 155 мм снарядты сатқан екен. Дәл осы снарядтарды керісінше сатып алып, немесе Израильмен келісе отырып,
Украинаға жеткізу мәселесі көтеріліп отыр. Және оңтүстік Кореяда 155 мм снарядтар шығаратын бірнеше зауыт бар. Міне осы зауыттардан снарядтарды еселеп шығару арқылы және оңтүстік Кореяның өзінің қоймаларында әскери қорларында тұрған снарядтарды алу арқылы оларды Украинаға жеткізу мәселесі шешіліп қойған дейді. Сондықтан алдағы уақытта Украинаға дәл осы снарядтарды көбірек беру мәселесі оңтайлы шешімін табатын сияқты. Бұл снарядтар не үшін маңызды? Бұл снарядтар артиллерияға өте қажет, және Украина Ресеймен соғысты бастағаннан кейін Украинаға ауыр артиллерияның түрі ретінде 155 мм снарядпен ататын түрлі зеңбіректер жеткізіле бастады. Сондықтан да дәл осы снарядтар Украинада үздіксіз келіп тұру керек. Бұл снарядтардың ұрыс даласына үздіксіз жеткізілуі Украинаның қарсы шабуылға шығуға және Ресейдің әскери позицияларын талқандауға ең қажетті бірден бір оқ деп, снаряд деп айтсақ болады. Артиллерия ол соғыс құдайы деген сөзі бар. Сондықтан артиллерияның үні өшетін болса, ендеше соғыста жеңіліс табу да бір табан алдыға жылжиды деген сөз. Сондықтан да Украина артиллерияға қажетті барлық снарядтарды үздіксіз батыс тарапынан келуін сұрап отыр. Ал батыс бұл мәселені жаңа өзім айтқанымдай өзге мемлекеттерден снарядтарды алу арқылы шешуге барын салып жатыр. Украинаға қажетті тағы бір дүние ол танктер. Себебі осы күнге дейін танктердің қажеттілігі қанша, немесе танктер өзінің өміршеңдігін жоғалтып алды. Қазір дрондар болса жеткілікті, танктерді жоятын түрлі қару түрлері бар, оларды да қолдану арқылы бұл соғыс техникасының уақытын өткенін көріп отырмыз деген сияқты түрлі пікірлер айтылып жатыр. Аларда әскери сарапшылар бұл пікірмен келіспейді. Себебі танк ол басты шабуылдаушы және жаяу әскерді қорғаушы әскери соғыс машинасы болып қала береді деген ой бар. Кемі 30 жылға жуық. Сондықтан да Украинаға батыстық үлгідегі танктер ауадай қажет. Осы уақытқа дейін Украинаға батыстық серіктестер кеңестік және ресейлік танктерді беріп келген болатын. Оның ішінде басым көпшілігі Т-72 танктері болды. Әрине бұл танктерді Украинаға бермес бұрын оларды барынша модернизациялап заманауи типке келтіруге тырысты. Ал енді қазіргі уақытта Украина соғыс даласында Ресейдің танктерінің саны көп болғанымен батыстық танктың саны және аз болса да сапалы болғандықтан Украина осы батыстық үлгідегі танктерді алуға ниетті. Ал батыс елдері Украинаға танкті беру бұл Ресей мен Украина арасындағы соғыс географиясын кеңейтіп жіберуі мүмкін деген қауіппен осы уақытқа дейін бермей келген еді. Алайда бұл бір жазылмаған заңдылықты Ұлыбритания бұза білді және өзінің кезекті Украинаға бөлетін көмегінің ішінде Challenger танктерінің бар екенін айтты. Бұл танктер өте қуатты танктердің бірі болып саналады. Әрине соңғы үлгідегі Challenger'лер берілмесе де, жалпы Украинаға бұл танктердің келуі батыс тарапынан осы танктерді бермейміз деген барьерді бұзатын бір әрекет болғаны түсінікті. Және бүгінгі Рамштайнда болып жатқан кездесуде осы Украинаға танк беру мәселесі талқыланды. Осы уақытқа дейін Украинаға Leopard 2 танктерін беру бойынша Польша бастама көтерген болатын және өзінде бар Leopard 2 танктерін Украинаға беруге дайын екенін айтты. Бүгінгі Рамштайн кездесуінде Украинаға Чехия мен Словакия бірлесе отырып 30 дана Leopard 2 танктерін беруге барынша өздерінің қолдауын көрсетті. Алайда Германия тарапынан бұл танктерді беру үшін рұқсат қажет. Неге? Себебі Leopard танктері ол Германияның өнімі болып табылады. Тіпті сіз Германиядан бұл танкты сатып алған күннің өзінде ол танкты келесі бір мемлекетке беру үшін Германиядан алдымен рұқсат сұрауыңыз керек. Себебі бұл жерде әскери құпия және әскери технологияның жасалуындағы келісімдер деген мәселе бар. Сондықтан Германия бұл танктерді үшінші бір мемлекетке беру үшін өзінің рұқсатын беруге тиіс. Күні кеше ғана CNN-де жарияланған мақалаға назар аударатын болсақ, Германия өз тарапынан бұл танктерді беруге әлі ниетті емес, алайда Польша немесе өзге де мемлекеттер Украинаға аталмыш танктерді береміз десе, ендеше ешқандай да кедергі келтірмейтіні жайлы жазылған болатын. Ал бүгінгі Рамштайндағы кездесуде Германияның қорғаныс министрі жақында ғана бір апта бұрын сайланған және өзінің алғашқы қызметін дәл осы Рамштайндағы кездесу арқылы бастаған қорғаныс министрі Германияның басқа да бір мемлекеттер Украинаға танктерді береміз десе ешқандай да кедергі келтірмейтіні жайлы айтты. Алайда Германия өз тарапынан дәл осы танктерді бере ма бермей ма деген сұрақтың басы әлі ашық жатыр. Дәл осы уақытта Украинаға Абрамс танктерін беру қажет дегенде бастамалар көтеріліп отыр. Алайда Абрамс танктерін Америка Құрама Штаттары жақын аралықта берудің қажеттілігі жоқ. Себебі Абрамс танктерін бермес бұрын оны ұзақ уақыт
ол танкті басқару жүйесін оқытуға тиіспіз. Сондықтан әлі бұл танктерді Украинаға беру мәселесі күн тәртібінде тұрған жоқ деген мәселені көтеріп отыр. Соңғы уақытта Украинаға берілетін қару-жарақтың саны да, түрі де, типі де, көлемі де артып келе жатыр. Бұл дегеніміз бір ғана мақсатты білдіруі мүмкін. Не батыстық тарап Ресейден болатын ауқымды шабуылдың уақытының жақындағанын жақсы түсінеді және ол бойынша Украинаға кеңестер беріп отыр, немесе Украинаны бірінші болып соққы жасауға кеңес беруде және ол үшін Украинаны әскери техникалық тұрғыдан қолдауға барын салып жатыр. Ресей қандай әрекет жасауы мүмкін? Қазіргі уақытта сарапшылардың айтуы бойынша Ресей ең қабілетті деген әскери бөлімшелерін Беларусь жеріне топтастыру арқылы Украинаның батыс аймағын басып алу және сол арқылы Украинаға келетін батыстан әскери көмектің жолын тосуға тырысады, ал Украина ол шабуылға қарсы шабуылмен жауап беруге барын салатын болады. Осы уақытта Ресейдің өзінен де ақпараттардың жиілігі келе жатыр. Мысалы, күні кеше ғана 19 қаңтардан бастап Ресейдің астанасы Мәскеу қаласының бірнеше аймағында саябақтар мен әкімшілік ғимараттарда әуе қорғаныс жүйелері, нақтылап айтатын болсақ, Панцир С-1 жүйесінің орнатыла бастағаны жайлы ақпараттар шықты. Бұл ақпараттарда Песков дәл осы ақпаратқа қатысты сұрақты білгілеріңіз келсе, ендеше қорғаныс министріне жүгініңіздер, мен мұндай ақпаратқа жауап бере алмаймын, себебі бұл әскери мақсаттағы іс-әрекеттер деп айтты. Ал қорғаныс министрлігі бұл ақпаратты фейк немесе шындыққа сәйкес келмейді деген сынды мәселелермен жауап берген болатын. Дегенмен де Панцир С-1 жүйесінің Мәскеудің біршама аймақтарында орнатылғаны жайлы фото-видео дәлелдемелер әлеуметтік желіге шығып кетті және Ресейдің әскери сарапшылары да бұған қатысты ақпараттарды растап, мұндай оқиғалар болып жатыр және бұған қатысты Мәскеудің шешімі дұрыс деп санаймыз, себебі сақтық өте қажет деген сынды мысалда жауап берді. Украина соғысына қатысты біздің елімізде де бір қатар соңғы уақытта дау артты. Нақтылап айтатын болсақ, Ақ жол партиясының экс-депутаты Азамат Әбілдаев Азаттық радиосына сұхбат беріп, ол сұхбат барысында Путиннің Украина жерінде жасап жатқан барлық іс-әрекетін қолдайтынын және оны арнайы операция деп атап, Украина билігінде нацистер отыр деп көрсеткен болатын. Және осы бір мәлімдемесінен кейін, осы бір сұхбатынан кейін елдің ішінде дау шығып, бұл депутаттың мәселесі Ақ жол партиясының арнайы жиынында қаралып, депутат партиядан шығарылған болатын және оның депутаттық мандатын тоқтату туралы орталық сайлау комиссиясына арнайы хат жазылған болатын және оның мандаты кері қайтарылып алды. Әрине, бұл тұрғыдан алған кезде көптеген азаматтар түрлі пікір айтуда. Біреулер бұл ойластырылған іс-әрекет дейді, енді бірі бұл сайлау алдындағы осындай бір ойын болды дейді. Дей тұра, бұның сыртқы аудиторияға беретін реакциясына назар аударуға тиіс сияқтымыз. Мысалы, дәл осындай бір іс-әрекетке байланысты ресейлік сайттар не жазып жатыр деп назар аударатын болсақ, Ресей медиасы Қазақстанда Ресейді қолдаған депутатты жұмыстан шығарып жерді, оны мандатынан айырды деген мақсатта осындай бір позицияда мақалаларды қарша боратып жатыр. Және бұл позицияның артында Қазақстанда русофобия көбейді. Және бұл русофобия өте қауіпті болып саналады деген риториканың жатқанын түсіне берсек болады. Дәл осы бір экс-депутат бүгін Спутник Қазақстан сайтына сұхбат берген екен. Спутник Қазақстан сайты Қазақстан 2018 жылы қателеспесем тіркелген, ал жалпы Спутник ақпараттық агенттігі 2014 жылы ашылған болатын және бұл ақпараттық агенттіктің басшылары ол ресейлік атақты пропагандистер Киселев пен Маргарита Симонян. Бұлардың Қазақстанға қатысты көзқарасының қандай екенін, Маргарита Симонянның жұбайы Киясаянның Қазақстанға пікірі қандай екенін біз жақсы білеміз. Сондықтан Спутниктің жалпы көзқарасы, Спутниктің жалпы бұл соғысқа қатысты позициясының қандай бағытта екенін түсіне берсек болады. Міне осындай бір Спутниктің қазақстандық бөлімі болып саналатын сайтқа сұхбат беріп, экс-депутат Путинді қолдай беретінін, Қазақстанда нацизмнің ұшқындары бар екенін және Қазақстан Ресейсіз күн көре алмайтынын, өмір сүре алмайтынын жайлы айтқан екен. Оның осы бір сұхбаты сөзсіз ертең ақ ресейлік сайттарда көбірек таралатын болады және
осы арқылы Қазақстанды сақтап қалған Ресей деген бір ресейлік медиада тағы да бір ақпараттық дүмпулер болатын сияқты. Жалпылай айтқан кезде бұл экс-депутаттың мәлімдемелері бізге не көрсетті? Біріншіден, кез келген азаматтың әрине ойының болуы, өзінің жеке көзқарасының болуы ол дұрыс. Плюрализм дегеніміз осы. Және егер біз демократиялық қоғам құрғымыз келсе, ендеше сөз еркіндігіне жол беруге тиіспіз. Алайда тағы бір мәселе бар, ол мемлекеттік позиция деген дүние. Кез келген депутат немесе кез келген министр қандай да бір сұхбат берген кезде оның көзқарасы мен ойы мемлекеттік позицияның аясында болуға тиіс. Себебі оның айтылған әрбір сөзі түгелі, әрбір әріпі ол мемлекеттің көзқарасын білдіреді деген мақсатта, мемлекеттің көзқарасын білдіреді деген позицияда нақтыланатын біз жақсы білеміз. Мысалы, бірнеше жыл бұрын ресейлік депутат Федоровтың Қазақстан жеріне қатысты мәлімдемелерін біз Ресейдің ресми көзқарасы ретінде қабылдап дау тудырғанын жақсы білесіздер. Қазақстандық депутаттың, яғни экс-депутаттың мәлімдемесі де дәл сондай бір позиция ретінде қабылданатыны сөзсіз. Сондықтан да мемлекеттік қызметкерлердің берген сұхбаттары ең алдымен мемлекеттің позициясымен тура келуі тиіс. Бұл өзге де болашақта депутаттық тізгінді ұстайтын азаматтарға және болашақта осы бір мемлекеттік қызметке баратын жандарға нақты бір шегелеп айтылатын қағида болып қалыптасу қажет деп өз басым санаймын. Қысқаша айтқанда осы. Сау саламатта болыңыздар.